Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге мынау Госзаку порталында қалай жұмыс істеу керек екенін қысқаша айтам. Осы 1-2 минуттық видео арқылы қалай бұл жерде тендер ұтуға бола ма, болмай ма деген сияқты. Егер сізде ИП-то болса, бұл жерге регистрация жасайсыз. Бірінші очередь регистрация жасаған екен сізде осы личный кабинет шығып тұрады. Бізде қазір мынау қызыл мен жасыл шығып тұрғаны, бұл уже біз тендер ұтып алғаннан кейін бізге осылай договор келіп тұр. Мен сіздерге айтайын. Госзаку порталында барлығы электронды. Сіз ешқандай документті әкімшіліктен сонынан алып жүгіріп жүрмейсіз. Барлығы электронды. Сіз ИП аштыңыз ба, то аштыңыз ба, болды. Тіркелес болды. Басқа еш нәрсе керек емес. Ақша салу керек, әрине, тариф қосу керек. Так, мына жерге қарасаңыз, рабочий кабинетте мына жерде тендерлер шығады мінекей. Фильтр бар. Фильтрді қолданып мына жерге өзіңіздің регионыңыз бойынша тендерлерге қатыссаңыз болады. Бүкіл Қазақстан бойынша қатыссаңыз болады. Қандай тендерге қатса, соны жазсаңыз болады. Қандай суммаға дейін қатса, соны жазсаңыз болады. Айтып кетейін, бұл жерде ешқандай человеческий, адами ықпал жоқ. Адамның ықпалы жүрмейді бұл жерде. Сіздің бір танысыңыз, болмаса бір әкімнің бір таныстары, бірдеңкелер ұтып алу деген нәрсе жоқ бұл жерде. Бұл жерде кез келген адамға бұл қолжетімді. Кез келген адам тендерге қатысып ұтып ала алады. Ешқандай таныс бұл жерде көмектеспейді. Есіңізде болсын. Мына қараңыздар, дәл қазір мынандай тендерлер шығып тұр. Приобретение винтиля дейді, грунтовка дейді, приобретение хозяйственный товар, содержащий дейді, уголь дейді, каменные товары дейді. Мынау не? Приобретение принтер, средства моющие, мысалы, спортивный товар, ноутбук, диспенсер, сетевой фильтр. Кез келген товар бар. Кез келген суммада кез келген товар бар. Егер бірдеңкемен айналысатын болсаңыз, өте жақсы болады. Егер сіз бір тендер ұтып алсаңыз, онда сізге мінекей мынандай договорлар келеді. Мына қараңыз. Қазақша, орысша. Барлығы қазақша, орысша, осындай барлығы электронный. Болды, сіз документ көтеріп, баяғыдағыдай қағаз бастылық деген нәрсе жоқ қазір. Өйткені бұл қазір цифрдың дамыған заман. Цифрдың дамыған заманда коррупция, оның барлығына уже жол жоқ қазір уже. Осыны пайдалану керек. Кез келген ИП, кез келген ТО өзінің данныйларын енгізіп, мына жерге регистрация жасап, тендерлерге қатысу керек. Бұл мемлекетпен жұмыс жасау деген сөз. Егер сіз сауда жасайтын болсаңыз, бұл мемлекетпен сауда жасау деген сөз. Договор арқылы, келісімшарт арқылы. Бұл алдамайды сізді, ақшаңызды аударады. Өйткені государство алдайды деп кім айтты сізге? Государство алдамайды. Бұл жерде государство учреждениенің барлығы, мектеп, аурухана, әкімшілік, военчастар, ветеринарный нелер, тағы не бар, су, жылу, тазалық, осының барлығы осының ішінде. Ошын уақытты босқа өткізбей, мүмкіндікті босқа өткізбей, ертерек тендерге қатысып ақша істеп алыңыздар.